Қайырлы күн қыздар, бүгін мен сіздермен осындай керемет түрік баклавасының рецептімен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге мен Мадина. Бір жасағаннан керемет шығатынына сенімдімін. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Видеома лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керек болатын заттар: сары май, жылы су, ұн, қант, жұмыртқа, шымшым тұз және қаймақ, және лимон және салмасына фисташка жаңғағы мен грек жаңғағы қажет болады. Ең алдымен ыдысқа жылы суды құйып, үстінен шымшым тұзымызды саламыз. Сосын жұмыртқаны, үстінен қаймақты салып, жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан соң ұнды бөліп салып, жақсылап қамыр илейміз. Иленген қамырымызды пищевой пленкамен жауып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қоятын боламыз. Жаңғақты мен осылай пленкаға салып, осылай оқтаудың көмегі арқылы майдалап алдым. Егер сіздерде блендер болса, сол арқылы жаңғақты майдалап алсаңыздар болады. Ал фисташка жаңғағының дайын майдаланған түрін қолдандым. Енді қамырымызды жаямыз. Қамырды жаюға осындай жүгері крахмалын қолданатын боламыз. Қамырымызды осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Осылай қамырды бөліктерге бөліп алғаннан соң, жүгері крахмалын сеуіп отырып, қамырымызды жаятын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп жайсаңыздар болады. Мен осылай қамырды 4 қабатты етіп жайып жатырмын. Арасына жүгері крахмалын сеуіп, арасын қарап тұруларыңыз керек, өйткені жабысып қалмау үшін. Баклаваның қамырының қазір мен сіздерге жұқалығы қалай болу керек екенін көрсетемін. Міне былай қолмен ұстағанда астынан қолдың ізі көрініп тұру керек. Осылай жайылған қамырды бір ыдыспен табанын көлемінде етіп кесіп шықтым барлық қамырды. Шетінде қалған қамырды осылай пышақпен кесіп алып қоямыз. Қазір осы қамырларды ортасына салатын боламыз. Табаны осылай майлап аламыз, сосын үстіне қамырды саламыз. Мен осылай табаға 3 қабат қылып төсеп алдым бірінші қамырымды. Сосын үстінен майымызды жағып, кесілген қамырларды үстіне салатын боламыз.
Осылай қамырларды жақсылап осылай табаға салып жайып алғаннан кейін үстіне майымызды жағып тұруды ұмытпауымыз қажет. Енді кесілген қамырлардың үстінен осылай домалақ етіп жайылған қамырымызды салып, үстіне грек жаңғағы мен фисташка жаңғағымызды осылай сеуіп шығамыз. Сеуіп болғаннан кейін осылай қамырымызды тағы салып, үстіне майды тағы жағамыз. Қалған қамырларымыздың бәрін осылай төсеу арқылы майды арасына жағып шығамыз. Мен мына жерде соңғы қамырымды осылай бетіне салдым және пышақпен осылай ішке қарай кіргізіп шығамыз. Бір тегіс етіп. Енді видеода көрсетілгендей етіп пышақпен осылай кесіп аламыз. Ал қалған майымызды осылай бетіне құйып шығамыз. Бір тегіс етіп лопатканың көмегімен жағып шығамыз. Барлық жеріне май тию қажет. Печкаға салма алдын печкамызды қыздырып аламыз. Сосын 180 градуста 40 минуттай пісіреміз. Енді сиропымызды дайындаймыз. Оны дайындау үшін ыдысымызға суды құйып, үстінен қантымызды салып қайнатамыз. 30-40 минуттай қайнатуымыз қажет. Сиропты 30-40 минут қайнап болғаннан кейін үстіне осылай лимонды сығып, қалғанын толықтай салып жібереміз ішіне. Баклава печкадан шыққан бойда біз ыстық қайнап тұрған сиропымызды жылдам артынша құюымыз қажет. Сонда біздің баклавамыз қайнайтын болады. Біз баклаваға сиропты құйған кезде баклава осылай қайнауы қажет. Сонда толықтай сироп арасына сіңіп, баклавамыз қытырлақ болып шығады. Мен баклаваның бетін осындай фисташка жаңғағымен әсемдедім. Сіздер әсемдесеңіздер де болады, олай істемесеңіздер де болады, өйткені оның арасында фисташка жаңғағы бар. Баклава толықтай суығаннан соң тоңазытқышқа 3-4 сағатқа салып қоюымыз қажет. Қыздар, міне мен баклавам дайын болды. Дәмі өте керемет және де қытырлақ болып шықты. Сіздерге де кеңес беремін жасап көруге. Менде бұл баклава бір жасағаннан осылай болып шықты. Яғни сіздерде де осылай болып шығады деген үміттемін. Сіздермен бірге болған мен Мадина. Каналыма лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.